Сәлем достар, мен сіздерге бүгін осындай керемет болып шығатын палаудың рецептісін жасау жолын көрсететін боламын. Ол үшін бірінші менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер олар ет, менде жылқының еті, 3 штук пияз алдым, және де сәбіз қажет болады бізге. Қазанға майды құйып, осылай етті мен қуыра бастадым. Етті қуырып жатып, пияз бен сәбізімді жақсылап осылай турап алдым. Мінекей менің сәбізім. Көз мөлшермен есептеп, 6 адамға деп есептедім. Пиязды осылай еттің үстіне салып, жақсылап қуыратын боламыз. Бұл қуырылған соң үстіне сәбізді саламыз. Сәбіз жақсылап қуырылғаны жақсы. Сәбіз жақсы қуырылған сайын палау дәмді болады. Және осы су жайлы айта кетсем, мысалы сіздер мен 4 пиала су құйсам, 4 пиала күріш салатын боламын. 6 адамға жетеді. Мінекей 4-шісін құйып жатырмын. Тұз саламыз. Енді специяларға көшетін болсақ, біз тұз саламыз. Және де мен осындай приправа қолданамын, арнайы палауға арналған. Өте керемет болып шығады. Ішінде куркума және де мейіз бар. Саламыз. Осындай зира. Оны да салатын боламыз. Барлығын араластырып қайнатамыз. Бір қайнаған соң астын жай қойып барып қайнатамыз. Менде осындай обычный күріш, қарапайым. Осыны 4 пиала етіп салып алатын боламын. Бағасы 1950 теңге тұрады, 5 килосы. Жаңа мен 4 пиала су құйдым ғой, соған енді 4 пиала күріш саламын. Күрішті тазалап суға жуып аламыз. Және де қайнап жатқан қазанның үстіне саламыз. Бетін осылай тегістеймін. Қараңыздар, жан-жағын сап-сары тұр. Сәбіз неғұрлым жақсы қуырылған сайын осылай сары түске ие болатын болады тамағымыз. Бетін дәл осылай жауып қоямын, су кеткенше. Су кеткен соң барлығын бір рет араластырып, осылай арасын өздеріңізге ыңғайлы затпен су кіріп тұратындай етіп жасаймын. Сосын барып қақпағын жауып, оттың астын ең жай көзіне қоямыз. 45 минутта бізде осындай керемет палау дайын болады. Қараңыздар, қандай дәмді екені көрініп тұр. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Менде тағы да тағамдардың рецептісін көру үшін келесі видеоларымды қараңыздар. Рахмет.